Сәлем достар, сіздерге өмірде болған және адамға ой саларлықтай оқиғаны айтқым келіп тұр. Ал сіздер лайк басып подписация етулеріңізді сұраймыз. Ал біз бастадық. Ертеректе Омардың би болған кезінде үш жігіт бір кісіні халифаның алдына алып келеді. Сол кезде бұл адамдарды жазаға тартуын сұраймыз. Ол біздің әкемізді өлтірді дейді. Ал Омар әлгі кісіге қарап, неге олай жасадың деп сұрайды. Әлгі кісі, мен түйе және ешкі бағатын бақташымын. Бірде түйелерімнің бірі мына жігіттердің әкесінің егістігіне барып жатып қалған екен. Ал егістіктің иесі ашуланып, түйемді таспен соққыға шығып, соншалықты жануар сол кезде жан тәсілім ете қалды. Ал бұл жағдай менің ашуымды оятып, сол таспен иесін ұрып жықтым да жан тәсілім еттім дейді. Болған жайтты соңына дейін тыңдаған Омар, адам өмірінде себепкер екенсің, сені өлім жазасына кесемін дейді. Омар әділ әрі қатал еді, алайда халқына мейірбан әрі жанашыр да болатын. Ол кісі жазаланушының соңғы тілегін естімек болып тұрғанда, «Уа халиф, маған 3 күн рұқсат бер, әкемнің аманатын орындайын және ініме мұрат қалдырып кетейін» дейді. Егер мені дәл қазір дарға асатын болсаң, бауырымның мұрагерлік құқығы болмағаны ма? Саған кім кепіл бола алады дейді. Сені бұл жерде ешкім танымайды ғой дейді Омар. Байғұс бақташы адамдардың жүзіне ашына қарап қалды да, топ ішінен бір адамды нұсқап, міне мына адам маған кепіл бола алады деп айқай салады. Бақташы нұсқаған адамға қараған жұрт іштерін тартып тына қалады. Өйткені ол ардақты пайғамбардың сахабасы Әбу-Зар болатын. Сол кезде Әбу-Зардың қасына жақындап, мына адамға кепіл бола аласың ба деп сұрайды. Әбу-Зар басын изеп келісімін береді. Мұны көрген тұрған халық шулап, Әбу-Зарды бұл ісінен бас тартқызбақ болады. Себебі жазаланушы келмеген жағдайда оған кепіл болып қалған өлім жазасына ұшырайтын еді. Жазаланушы кетеді. Әбу-Зарды жандары ашыған халық та тарасады. Өзге елден келген бөтен адамға кім сенеді дейсің? Арада уақыт та өтеді. Медина халқы күткен күн де келіп жетеді. Жұрттың бәрі алаңға жиналып күтіп тұрды. Алайда әлгі кісі келмеді. Күн батуға таяу. Сол кезде адамдардың ішінен келді деген дауыстар естіле бастады. Бақташының алыс жол жүріп келгені шаршаңғы әрі шаң басқан түрінен ақ көрініп тұрды. Сонда бақташы, мен сөзімде тұрдым, үйімді және анамды, ағамды, бауырларымды табыстап келдім дейді. Ендеше сені жазаға тартуға болады деген Омар бақташының ерлігіне сүйсіне жүзіне қарап, «Уа Алланың құлы, қайтып келуіңе не себеп болды? Қашып кете алатын едің ғой» деп сұрайды. Сонда бақташы, ел-жұрт адамдарда иман қалмапты деп айтуына қорықтым деп жауап береді. Сол кезде Омар Әбу-Зарды жанына шақырып алып, өміріңде көрмеген, қайтып келетіні я келмейтіні белгісіз бейтаныс бұл адамға кепіл болуыңа не себеп болды деп сұрайды. Сонда Әбу-Зар, ел-жұрт адамдарда сенім қалмапты деп айтуына қорықтым деп жауап береді. Бұл сөздер қайтыс болған егіншінің ұлдарына қатты әсер етіп, жүректері мейіріміне толып, біз кешірдік деп айтады. Неге деп сұрайды Омар. Ел-жұрттың адамдар мейірім мен кешірімнен жұрдай болыпты деп айтуынан қорқамыз деп жауап берген екен. Осылайша бәрі тарқасып үйлеріне кетіпті. Бұл оқиғада адамдар мейірім мен шапағатты үйрене себепші болсын деп шығарған болатынбыз. Ал сау болайық.